өкпе реніштен арылмасаңыз, ол жиналып ауыр жүк болып тұрады үстіңізде. Сіз төмен қарай еңкейе бересіз, бүкірейіп жүретін боласыз. Ол тұра берсе, өкпе реніш көбейе берсе, ол денеңізге ауру болып шығуы мүмкін. Сол үшін қазір бәрін кешіріп, реніштен құтылыңыз. Сіз анаңыздан сұрап көріңіз. Анашым, мен сенің құрсағыңда болған кезде сені біреу ренжітті ма? Әкемнен неше түрлі сөздер естідің ба? Қандай маған жүкті болған кезде қандай состояниеде болдың деп сұраңыздар. Егер анаңыз қорлық, зорлық көп көрген болса, сіздің екіқабат кезіңізде көп қиындықтар көрген болса, көп реніш, өкпе көп болса, сол кезде оның бәрі ішке барып, сіз сондай установкамен туылуыңыз мүмкін. Сіз оны байқамайсыз. Мына сізге триггерить етіп тұрған күйеуіңіз болсын, туысқан біреу болсын, немесе қайнепке, немесе ене балдарыңыз біреу сізді қайта жыныңызға тиіп ренжіте берсе, сіз ойлап жүрсіз олардан деп. Негізі түпкі мақсаты, түпкі тамыры ол сіздің бала кезіңізде сондай негативтен, өкпе реніштен, сондай установкамен туыңыз мүмкін. Ол анаңыздан келуі мүмкін. Сіз анаңыздың ішінде жатқан кезіңізде. Сіз оны байқамауыңыз мүмкін. Сондай установкамен туыласыз. Ол түп санаңызда, түп сана бар ғой. Сол санаңызда тұруы мүмкін да олар. Соны білмеуіңіз мүмкін. Сол үшін сізде өкпе реніштер көп болуы мүмкін ішіңізде. Сіз бәрін кешіре бересіз, бірақ тағы да ренжітеді, тағы ренжіп қала бересіз. Өйткені түпкі тамыры сол неде жатуы мүмкін. Анаңыздың ішіңіздегі, анаңыздың реніштері қалып қалуы мүмкін сізде. Сіз оны бейсанада білмеуіңіз мүмкін, түпкі санаңызда соның бәрі қалып қалуы мүмкін. Сол үшін анаңыздан сұрап көріңіз. Сондай жағдайлар болды десе, қиындық жағдайлар болды, ашаршылық болды деп, или измена көрдім, соғыс көрдім, ұрыс көрдім көп десе, мазақ көрдім, реніш көрдік көп, өкпе реніштер көп болды деп айтса, онда сіз отырыңыз да анаңызға рахметіңізді айтыңыз да, анаңызға айтыңыз: анашым, жан анашым менің деп, анаңызға көп алғысыңызды айтыңыз, анаңызды жақсы көріңіз, анаңыз сондай қиындықтан өткен үшін. Өзіңізге келіп, өзіңіз бір тыныштықта отырыңыз да, ондай өкпе реніштер, ондай реніштердің бәрі маған қатысы жоқ. Анама жасаған барлық адамдарды кешірдік деп, саналы түрде өзіңіз кешіріп тастаңыз оларды. Ішіңізден шығарып тастаңыз, кешіріп тастаңыз. Қаншама жылауыңыз мүмкін, сол жылағыңыз келіп тұрса жылаңыз, солай сіз тазаланасыз. Соның бәрін кешіріп тастаңыз. Тұзды суға да түсіңіз. Сондай көбірек жасай беріңіз. Есіңізге түсіп кетсе, кешірдім деген сияқты айта беріңіз. Пока іштен тазаланбағанша соны жасай беріңіз. Өзіңіз жеңіл сезінбегенше.